Абдулхамид Мархабаев, ғарыштағы қымыз. Альфалықтар сыйлы қонағымыз. Басқа жұлдыз жүйесінің өкілдері бізге достық ниетпен келе жатыр. Альфалықтармен ертеңгі танысу адам цивилизациясының жарқын көрінісі. Газеттердің соңғы кездегі нөмірлерінен осы тәріздес сөздерді жұрт жиі көретін болып кетті. Бірталай адамдар жаңа туған қыздарының атын Альфа деп қойыпты. Осылай басталатын қысқаша әңгіме Альфа планетасына сапар шегіп, қонақ боп барған бір топ делегат, оның ішіндегі ақсақалдың оқиғасымен өрбиді. Бұл жерде Нептун, Сатурн планетасының аты аталады. Өзге планетаға қонақ боп барған ақсақалдың кенеттен құлауы, роботтың ақсақалға көмек беріп ұстап қалуы, жат планетадағы роботтардың ақсақал өмірін аман алып қалуы үшін істеген әрекеттері әңгімеде өте қызық баяндалады. Ақсақал аяқ астынан сырқаттанып қалады. Бұл үшін планетадағы роботтар ыңғайсызданады. Өзге планеталықтың сырқаттанып қалуы кімге жақсы деп бір-бірімен күбірлесіп, ақсақалдың аяққа тұрып кету үшін түрлі ем шараларды ойластырады. Олардың зерттеуінше, ақсақалдың ағзасына 91,8%-дан 95,6%-ға дейін суы, 2% ақуызы, 1,8%-дан 2,1%-ға дейін майы, 1,1%-дан 3%-ға дейін көмір суы да, 0,1%-дан 0,8%-ға дейін көмір қышқылы, 0,6%-дан 1,1%-ға дейін сүт қышқылы, 0,5%-дан 2,5%-ға дейін спирті бар дәрі жетіспейді. Бұл қандай дәрі болды екен деп аласұрып, бәрі жан-жақтан іске жұмылдырылады. Сөйтіп бір дәрігердің күбірін роботтың құлағы шалып қалады. Бұл не дәрі болды екен? Біз бұны таба аламыз ба деп робот дәрігерден сұрайды. Дәрігер, ол дәрі күйіс қайырмайтын жануардың қышқыл сусыны. Осы ғой ақсақалдың ағзасына жетпей тұрғаны дейді. Ендеше оны іздеуге кірісейік. Мүмкін ол сусын планетада бар шығар деп бәрі жабыла іздейді. Иә, расымен ақ сусын табылды. Ақсақалға да жеткізілді. Міне, осы себеппен әңгіменің тақырыбы ғарыштағы қымыз деп аталған. Қазақ әдебиетіндегі фантастикалық жанр өз оқырманын, қазақ қоғамын жаңашылдыққа жетелейтін жанр. Сондай-ақ фантастикалық туындылар әдебиетіміздің керегесін кеңейтіп, көсегесін көгертетіні анық.